Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге бисквитті өте дәмді және жеңіл жасалатын торт жасайтын боламыз. Өте нәзік және де жеңіл болып шығады. Ары қарай көріңіз. Дәмді бисквитімізді жасау үшін бізге ең алдымен 5 жұмыртқаны сарғышқа және ақуызға бөліп алу керек. Ақуызды уақытша шетке қойып қоямыз. Ал біздің жылдықтарымызға қант қосамыз. Өз қалауыңызша. Мен 160 граммдай қостым. Енді осы массаны жақсылап араластырамыз. Жай ғана венчикпен араластыратын боламыз. Енді осы массаға ванильный сахар қосса болады, қалауыңызша. Және де 100 грамм жай суық су қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін сұйық май қосамыз. Барлық ингредиенттерді видео описаниясынан қараңыз. Енді араластырамыз. Енді осы массаға ұнды қосамыз. Ұн және де разрыхлитель 10 грамм қосамыз. Енді жай ғана араластырамыз. Міне осындай масса болып шығу керек. Енді осы қамырды шетке қойып қоямыз. Оған дейін біз белоктарымызды миксермен жақсылап миксерлейміз. Ақ масса болғанға дейін. Міне бізде осындай масса болып шығу керек. Енді осы массаны алдын ала дайындап қойған қамырға ақырындап араластырамыз. Бізде өте пышный қамыр болып шығу керек. Өстіп абайлап астыдан жоғарыға қарай араластыратын боламыз. Қамырымыз осындай болып шығу керек. Енді алдын ала форманы дайындап қоямыз. Астына пергамент салып, ешнекемен шеттерін жақпаймыз. Менде форма диаметрі 22 сантиметр. Формаға салып, өстіп делетін боламыз. Градуста 40-45 минут пісіретін боламыз. Міне бисквитіміз дайын болды. Енді суға қалдырып қоямыз. Бұл тортқа кез келген крем келеді. Мен пломбир кремін жасадым. Толық рецептісін видео описаниясынан ссылканы таба аласыз. Ең алдымен бисквитті суытып 3 бөлікке бөлеміз және кез келген пропиткамен жақсаңыз болады. Менде вишневая пропитка. Және де ортасына кез келген жеміс жидек салсаңыз болады. Өстіп жинайтын боламыз.
шынымен де өте дәмді және нәзік болып шығады, сондықтан міндетті түрде жасауға кеңес беремін.